Çoğdan başlayayımız mı? Let's get it started. All right, well, Shavkat, Break. right here. First of all, congratulations on the victory. Can you walk us through the submission that you pulled off of Jeff? We don't really see standing guillotines standing bulldog chokes like that in the UFC. Біріншіден құтты болсын. Қалай submission қалай кетті, удушающий айта берші. Рахмет. Енді ойламаған жерден болды айтсам да болады. Негізінде мен қарсыласымды әйтеуір қандай болса да жеңуім керек еді. Өте қуаныштамын. I didn't really think about that, I was thinking that I have to get him out of there in any way, so I'm happy. And at media day, you said when we asked you, do you think Jeff was the most powerful opponent that you had faced, even before you got to the UFC? And you said you would know after facing him. So now that your fight with Jeff is over, how did you rate his power and his skill set in there? Перед боем у тебя спрашивают, что является ли Джефф одним из самых таких взрывных, сильных соперников. Ты сказал, что после боя расскажешь, что ты думаешь. Мен айта алмаймын ондай қатты жылдам деп. Негізінде не десем болады, бұл жекпе-жек. Мен әрине жеңдім, өте қуаныштамын, бірақ маған бұдан да жақсы бой көрсетуге болатын еді деп ойлаймын. Бұлайна Құдайға шүкір, мыңға шүкір, осынша жеңіп, оңай қарсылас емес. It's a fight. I believe I could perform better. I'm happy that I won. But it's a very tough opponent, very good opponent. When you say you could have performed better, what specifically do you think you were dissatisfied with in there? Когда ты говоришь, что ты мог лучше выступить, что именно, в каких аспектах ты считаешь? Бәр жерде кішкене не десем, салмақ ауыр болды, біріншіден қарсыласым өте ауыр болды. Күрескен кезде де сезілді ғой, ұстасқан кезде де. Мен негізінде ойлаймын, одан бәр жақтан не десем, навыки у меня лучше по идее. Қазақша айтқанда мен одан жақсырақ болдым бәр жақтан. My opponent missed weight. He was very heavy. I felt it in the clinch position when I was going for takedowns. But I believe I have a better skill set than him. That's why I won. When you found out how much he had missed weight by, what went through your mind? Were you angry? Were you agitated? Did it not bother you? What exactly went through your mind? Когда ты узнал, насколько много он перевесил, какие у тебя были мысли? Был ли ты злой, или тебе было все равно? Әрине, кішкене не десем болады. Салмағы көп болғаннан кейін ойланып қалдым, неге ол жай бір 300-400 грамм емес, 1 килода емес, 2 килограмм деген бұл мынандай деңгейде өте көп салмақ. Сондықтан да мен дайын болдым. Неге дегенде мен қалай жағдай болмасын, мен төбелесенден өткенде январ айда отмена болды бой. Содан кейін қаншама ай дайындалып, бұлайна мен Лас-Вегаске жайдан жай кеп кетуге болмайды ғой енді. Қаншама адамдар күтіп отыр. It wasn't just a little 300-400 grams. It was 4 pounds. It was a heavy miss. But, also the fight in January got cancelled. I wanted to fight. I came to Las Vegas, not for vacation. I wanted to fight to get the fight done. The final question for me, it seems like you called out either Colby, title shots and everything. So when do you want to get back in there, and how realistic do you think a fight against Colby is? Ты вызвал на бой Колби или попросил титульный бой? Как быстро ты хочешь вернуться в клетку и считаешь ли ты реалистично, что Колби согласится? Клеткеге келуді білмеймін, кішкене демалып осымызға кеп, алдында Рамазан айы бар, ораза ұстап иншалла. Одан кейін қараймыз, асығыс жоқ. Маған титул берсе, бірақ тезірек қайтуға тырысамын жекпе-жекке. Мен ойлаймын, титульный бой Абу Даби өте керемет болатын еді. Қазақстаннан жарты арена Қазақстандікі болады, қазақ жанкүйерлерінің. First I want to get dressed after a fight like that. I'm in no rush, Ramadan months ahead of us. But saying that, title fight in Abu Dhabi will be great, Half of the arena will be full of Kazakhstan fans. It will be great for my country. Shavkat over here. Being the first fighter to finish Jeff Neal in the UFC, do you think that has earned you a title shot? Учитывая, что ты первый человек, кто удосрочил Джеффа Нила в UFC, дает ли это тебе шанс подраться за титул? Әрине, Джефф Нил қаншама мына жерде қаншама мықты қарсыластарымен шыққан болғанмен де ешкім оны досрочно жеңген жоқ. Бүгін маған осы жеңіс, осы досрочно жеңу маған бұйырды.
өте қуаныштамын. Мен ойлаймын, титулге мен былай айтқанда шығуыма болады деп ойлаймын. Тек қана оны UFC шешеді. Мен дайынмын. Берсе, октябрьға берсе өте әдемі. Мен дайындалып та бәр жағынан өспет етемін. You know, he fought many tough opponents and no one finished him. I was able to do it. I don't know, it's going to be UFC's decision, but I'm ready for the title shot. And if it's going to be in Abu Dhabi, it's going to be beautiful. And I know you've trained with Kamaru Usman before. If he ends up defeating Leon Edwards, would it be difficult to fight him just because you've trained together before? Ты ранее тренировался с Камару Усманом. Если он победит Эдвардса, будет ли какие-то проблемы тебе с ним встретиться? Ешқандай қарсыласу болмайды деп ойлаймын Османмен. Мен онымен жай ғана бір рет тренировка істегенмін. Ешқандай маған эмоция ештеңе чувствовамда болған жоқ. Онда сондай бір-бірімізге біз қарсылас ретінде қараймыз. Ешқандай бұл кімде титул болса, мен сонымен шыққым келеді. I don't think it's going to be a problem. We trained just once. I don't have any feelings for him. I believe he has same towards me. I look at him as an opponent. Whoever gets the belt, I'm ready to face him. And just last one for me. How are you going to celebrate tonight after the victory? Как будешь праздновать сегодня? Қазақстан жанкүйерлері бар, осында қазақ бауырларымыз, солардың қасында сөйлесіп, отбасымызбен сөйлесіп, болды, соңғы біздер не тамақ ішіп, басқа не істейміз. Yeah, I have some Kazakhstan fans who came here to support me. I'm going to meet them for a meal, then talk to my family over the phone. That's it. Shavkat back here. Shavkat, I'm wondering, are you going to go to the London card in 2 weeks to support Rafael Fiziev? Планируешь ли ты поехать в Лондон на турнир, чтобы поддержать Рафаэля и посмотреть титульный? Менде виза жоқ, Англияға білмедім, бірақ арена жақсы болатын еді. Рафаэлға сәттілік тілеймін. Мен ойлаймын, Гейджині Рафаэл ұтып алады деп. I don't have a visa, but it will be great to go there. I wish good luck to Rafael, and I believe he's going to beat Gaethje. Out of curiosity, who do you think will win between Jorge Masvidal and Gilbert Burns? И в бое между Масвидалем и Бёрнсом кто победит, ты думаешь? Бёрнс. Thank you.